Диспетчер. Барда екі адам кездесіп, біреуі екіншісіне бір құжаттарды береді. Құжаттарды берген Хоффман деген адамның соңынан біреу аңдып, оның электропойызға мінгеніне көзі жетіп, оны жайына қалдырады. Кейін бір қыз бір компанияға келіп, бұрынғы жұмысынан заңсыз әрекеттерді байқап қойғасын, қазір қысым көріп жүргенін, бір адамдардың соңына түскенін айтып көмек сұрайды. Олар көмектесе алмайтындарын айтып, ол қызға басқа біреудің нөмірін береді. Сөйтсе ол әлгі Хоффманға көмектескен адам екен. Солай оған әлгі әйел хабарласып көмек сұрайды. Ол әуелі ол әйел жайлы мәліметтерді қарап алады да, кейін өзі диспетчерлік қызмет арқылы оған хабарласады. Яғни ол хат жазады екен де диспетчер оны әлгі әйелге оқып береді екен. Ол әйелден мән жайды сұрап біліп алмақшы болады. Әйел зиянкестерге төзімді астықтармен жұмыс жасапты. Кейін ол астықтың адамға қауіпті кері әсерлерін біліп қалып, бастықтарына айтқанда олар оны жұмыстан шығарып жіберіпті. Бірақ әйелде оны дәлелдейтін құжаттардың көшірмесі қалған екен. Сол үшін қазір олардан қысым көріп жүргенін айтады. Ер адам болса оған келесі жолы жаңа нөмірмен хабарлас деп тұтқаны қоя салады. Ал әйелдің үйінің алдында оны аңдып отырған бір адамдар диспетчерлік қызметтің мекен жайына келіп, қоңырау жайлы мәліметті біліп алғылары келеді. Бірақ одан түк шықпайды. Әлгі әйел Сара Грант жаңа номер алып, тағы да сол ер адамға хабарласады. Ол ер адам ойлана келе оған көмектесетін болып шешеді. Солай ол Сара Грантқа бір инструкцияларды жібереді. Инструкцияда оған барлық құжаттарды және 50.000 евроны өзімен алып басқа қалаға келу керек болады. Яғни құжаттарды Сара бұрынғы бастығына өзі беруге қорқып, оларға сенбей осы адам арқылы қайтарғысы келеді. Оның соңынан алдындағы екі адам да жүреді. Заказ алған құпия адам олардың да жүргенін біліп қалып, оларды алдап соғады. Сара Грант болса почта қызметі арқылы құжаттарды жібереді. Оны аңдып жүргендердің бірі сол трек кодты алып алады да, почта келетін жерге камера қойып қояды. Трек кодта тағы да бір адрес жазылған екен. Оған әйел келіп пошташыны алдап, құжаттардың онда келмегенін біліп алады. Сөйтсе ол құжаттарды құпия адам басқа почтаға ауыстырып алған екен. Солай ол құжаттарды алып, егер Сараны жайына қалдырса, құжаттарды қайтарып беретінін айтып, Сараның бұрынғы жұмысына хабарласады. Кейін оны аңдып жүрген адамдарға да құжаттарды алғылары келсе, Сараны енді аңдымауларын, олармен де ортақ келісімге келуге дайын екенін айтады. Олар ойлана келіп, оның айтқанына келіседі. Келісімге отыру үшін ақша бермекші болып шешеді. Олар да ақымақ емес екен. Ақша бар чемоданның ішіне маячок тығып қояды. Құпия адам болса арасында Сараның шынымен қауіпсіздікте жүрме екенін қарап бақылап жүреді. Кешке қарай Сара оған барлығы жақсы екенін айтып хабарлама жазады. Одан кейін құпия адамның өзі де оған хабарласып, қал жағдайын біліп, екеуі солай біраз сөйлесіп қалады. Сосын ол әлгі адамдар жіберген ақшаны басқа адреске Сараның атына ауыстырады. Бірақ кейін Сараның барлық құжатты толық жібермегенін біліп, ашуланып Сараға хабарласады. Сара одан кешірім сұрап, қалған құжаттарды да жіберетінін айтады. Екеуі солай келісіп, Сара ол айтқан жерге құжатты қойып кетеді. Ол жерде әрине әлгі адамдар да отырады. Оны біліп қалып, құпия адам оған өзі бармай бір қайыр сұрап жүрген әйелді жібереді. Ол оны алып құпия адамға береді. Сосын ол әлгі адамдарға сендер келісімді бұздыңдар, әлі де Сараны аңдып жүрсіңдер, мен де келісімді бұзамын дейді. Олар болса енді қайталанбайтынын айтады. Бірақ құпия адамды іздеулерін жалғастыра береді. Құпия адам да кезінде бір фирмада істеп, ол жерден әділетсіздік байқап қалып, бастықтарына айтқанда олар ештеңе өзгертпей, бұған ауызын жабу үшін ақша ұсынған екен. Содан бұл депрессияда болып ішімдікке салыныпты. Қазір сол ақшаны алып барлығына көз жұмғаны үшін өкінеді екен.
Солай ол сондай жағдайға түскен басқа адамдарға да көмектесетін болып шешіпті. Сосын Сараға хабарласып, жұмысының бастығымен кездесу ұйымдастырғанын, оған барлық құжатты қайтарып, өзі басқа жаққа кету керегін айтады. Сараны аңдып жүрген адамдарға да соны айтады. Бірақ Сара белгіленген жерге келмей, құпия адамға, әлгі адамдардың оны кім екенін біліп қалғанын, оған қауіп төнетінін айтып, құжаттарды өзі қайтармақшы болады. Бірақ құпия адам сонда да Сараның соңынан келеді. Ол жерге әлгі адамдар да жүр екен. Содан құпия жан уайымдап, қауіпті сигналды баса қояды. Оны естіп барлығы сыртқа шығып бара жатқанда, ол Сараға келіп, оны алып шығады да, оған қауіп төніп тұрғанын айтып, басқа жаққа кету керек дейді. Екеуі таксиге отырып вокзалға бара жатқанда, Сара оны әңгімеге тартып, оның атының Ашраф екенін біліп алады. Тіпті оған менімен бірге баршы деп ұсыныс білдіреді. Сөйтсе екеуінде бір-біріне деген ұшқын пайда бола қойған секілді. Сосын Сара Ашраф айтқандай өзі пойызға мініп кетеді. Ашраф болса әлгі адамдарға хабарласып, Сара да мен де енді жоқ болып кетеміз, бізді таба алмайсыңдар дейді. Сол кезде оған Сараның телефонынан әлгі адамның өзі хабарласады. Яғни олар Сараны ұстап алған екен. Олар Ашрафқа егер барлық құжаттарды копиясымен бірге қайтаратын болсан ғана Сараны жібереміз дейді. Ашраф олардың ұсынысына ойлана келе ақыры келіседі. Бірақ өзі бір досынан көмек сұрайды. Таңертең олармен келіскен жерге келгенде, олар оны күштеп алып кетеді. Олар ол жерде Сараны да ұстап отыр екен. Сосын Сараға тапанша тақап, Ашрафтан құжаттардың қайда екенін біліп алады. Бір кезде Ашраф оларға атылып, шабуылдап кетеді. Бірақ қызық болғанда Сараның өзі оған қарсы шығып, керісінше әлгі адамдарға көмектеседі. Яғни Сара әу бастан барлығын өзі әдейі ұйымдастырған екен. Оған киноның басында көрсеткен Хоффман деген адамның берген құжаттарының көшірмесі керек болыпты. Ал ол болса осы Ашрафта жатыр екен. Солай олар Ашрафты құжаттарды тыққан жеріне алып келеді. Ол бірақ оларды алдап қашпақшы болады. Қашып бара жатқанда оны тіпті көлік қағып кетсе де, ол тоқтамай ары қарай да қашуын жалғастыра береді. Бір кезде Сара оны ұстап алып, тапанша көздеп тұрғанда, ол жерге полиция келіп қалады. Сөйтсе ол алдында көмек сұраған досы полиция екен. Бірақ ол да Ашрафтың осындай іспен айналысып жүргенін білмейді екен. Сөйтіп әлгілер тұтқындалып, Ашраф болса олардың алдында жіберген ақшаларын алып, бір бөлігін өзіне алады да, қалғанын диспетчерлік қызмет бөліміне жібереді. Сосын өзі электропойызға мініп кетіп бара жатқан жерінен кино да солай сәтті аяқталады. Өтініш, каналымызға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Келесі видеомызға дейін қош сау болыңыздар.